Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Психологиялық педагогикалық түзету жағдайында ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдау мүмкіндіктері атты шебер классқа қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда 21 ғасыр талабына сай жаңашыл, мейірімді, кәсіби тұрғыда шебер маман болуымыз шарт. Бүгінгі шебер класс кәсіби біліктіліктеріңіздің артуына, топпен жұмыс жасау дағдыларын дамытуға ықпал етеді деген сенімдеміз. Сіздерді ми бөліктеріне байланысты кабинеттерге бөлген болатынбыз, яғни кабинеттерде мидың атқаратын қызметтері және де қандай бұзылыс болған жағдайда балалармен жұмыс жасау қажет екенділігі көрсетілген болатын. Осыған байланысты кімнің қолында макет бар? Сол педагог мамандары ортаға шығуларыңызды сұраймын. Яғни біз ми бөлімдерін негізгі 5 бөлікке бөліп алып қарастырған болатынбыз. Қазір құрметті педагог мамандары қолдарыңыздағы макеттерді тақтадағы бейнеге байланысты құрастыруларыңыз сұралады. Асықпай біртіндеп құрастырып алыңыздар. Рахмет, орындарыңызға отыра берулеріңізге болады. Ми бұл орталық жүйке жүйесінің меңгеру торабы. Ол сопақша ми, аралық ми, ортаңғы ми көпірі және мишық бөлімдерінен тұрады. Ми бөлімдерінің жалпы қызметін жалпылама айтып өтетін болсақ, ол көруге, естуге, түрлі рецепторларды қабылдауға, тыныс алу, тамақ ішу, ойлау, есту, психикалық процестерге, оның ішінде ойлау, зейін, қабылдау, қиял секілді психикалық процестерді жатқызуымызға болады. Осыған байланысты бізде көрсетілген ми бөлімдері бір-бірімен байланыса отырып, атқарылатын қызметтер түрлері бір-біріне өтіп, кейін үлкен ми сыңарларына өту арқылы баланың нейрондарына жетіп, балада ақпарат жүзеге асырылады. Осыған байланысты ерекше білім алуды қажет ететін балалармен жұмыс жасау барысында мидың атқаратын қызметтерін нақты білуіміз шарт болып табылады. Яғни біз баланың әр ми бөлігінде жасалынатын жұмыс түрлерін жақсы білетін болсақ, көздеген мақсатымызға осы жанып тұрған ми секілді нақты жете аламыз. Келесі бөлімде қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара әрекеттестіктің бұзылуы немесе қиындықтары бар балалармен жұмыс жасаудағы тиімді әдіс-тәсілдер тақырыбында мекемеміздің педагог-психолог мамандары Бекболатова Мөлдір Сәндібековнаны және Ибадуллаева Жайсан Медетовнаны қарсы алыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті педагогтар, бүгінгі мастер-классқа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің мастер-классымыздың тақырыбы қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара әрекеттестіктің бұзылыстары және қиындықтары бар балалармен көз байланысын орнату. Біз бұл мекемеде, менің әріптесім екеуміз педагог-психолог қызметін атқарамыз және біздерге ең үлкен жауапкершілік түседі деп айта аламын. Себебі баланың бейімделу кезеңі, баланың бір орында отыруы, оның тапсырманы соңына дейін жеткізе алуы, осының барлығы біздерге міндеттеледі. Біздер осы жұмысты атқарғаннан кейін ғана арнайы мамандар, дефектолог, логопедтер өз жұмысын жалғастырып кете алады. Енді біздің тәжірибеде ең көп кездесетін бұзылыстардың бірі осы қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара әрекеттестіктің бұзылысы және қиындықтары бар балалар. Ал ол балалардағы негізгі ерекшелік, негізгі проблема олардағы көз байланысының болмауы, олардың адам бетіне қызығушылық танытпауы және тіпті қарағанның өзінде де адам бетіне көзқарасының жанай өтуі. Біз қазір осы іс тәжірибеде біздерде оң динамикасын берген өз іс тәжірибемізбен бөлісеміз. Бірінші әдіс-тәсіл ол өздеріңіз авотерапия әдісі. Авотерапия әдісі өздеріңіз білетіндей ғылыми дәлелденген. Біздер оның ең кең тараған элементтерінің бірі жетон жүйесін қолданамыз. Қазір оны міне қазір көрсетейік. Ынталандырушы зат ретінде баланың сүйікті тағамы немесе сүйікті ойыншығы таңдалып алынады. Ең бірінші алдымен баланың мінез құлқымен жұмыс істеп алған дұрыс. Бала яғни бір орында отыра алатындай деңгейде болу керек. Елестетіңіздер, көз алдарыңызда көз байланысы орнықпаған бала. Қолың әдемі, қолың әдемі, саған жетонды көз деңгейінде беру өте маңызды. Егер де бала сізге қарамай жатса, оның
көзқарасын өзіңізге бағыттап, жетонды көрсетесіз. Саған жетон. Қолың әдемі. Саған жетон. Қолың әдемі. Дәл солай көз деңгейінде беру міндетті. Саған жетон. Сен барлығын жинадың. 5. Молодец. Қазір біз енді қарапайым нұсқаулықты бекітеміз. Сал нұсқаулығын бекітеміз. Сал нұсқаулығын бекітеміз. Жайсаң, сал, көз деңгейінде. 1-2 секунд ұстап тұрамыз. Егер де бала түсінбей жатса, онда физикалық тұрғыда көмек көрсетеміз. Сал. Саған жетон. Сал. Саған жетон. Сал. Саған жетон. Сен барлығын жинадың. Жарайсың. 5. Және міндетті түрде ынталандырушы зат ретінде міне сүйікті ойыншығын допты да көз деңгейінде береміз. Жақсы. Келесі әдіс. Бас отыра қоймыз. Бұл бізде аталған ABA терапиясының әдісі болды. Келесі біз өзіміздің жұмыс тәжірибемізде қолданатын бұл холдинг әдісі болып саналады. Холдинг әдісі бүгінгі күнде Европа елдерінде қолданысқа ие. Ал қазіргі сіздерге айта кететін жайт, бұл терапия келген балалардың, яғни қиын бұзылыстағы балалардың барлығына ұсынылмайды. Өйткені физикалық тұрғыдан бұл күшті қажет ететін терапияның түрі. Бұл терапияға міндетті түрде ата-ананың қатысуы негізделеді. Анасы немесе әкесі міндетті түрде қатысуға тиісті. Сіздердің алдарыңызға қазір мен практиканттардың арасынан бір қатысушы қызды алайын. Келе қойыңызшы сіз. Алдарыңызға елестетіңіздер, бұл бала қиын деңгейдегі өте гипербелсенді, орнығуы әлі де тұра қойыңыз. Орнығуы әлі қалыптаспаған. Бұл анасы, мен педагогпын және бұл үй жағдайында сіздерге ұсыныс ретінде берулеріңізге болады. Анасы баланы үстелге орнықтырады, немесе үй жағдайында жерге отыра қойыңыздар. Балаға жақын отырасыз және анасы міндетті түрде баланы кеудесіне тартады. Бұл жерде басты назар баланың маңдайын көтеріп, көз жүйесімен қабақ алысы ашылуы тиіс. Өйткені біз көзбен байланыс жасаймыз. Мінекей, жоғары көтереміз, қолын міндетті түрде жинаймыз. Өйткені бұл бала қазір сізге қарсыласы физикалық тұрғыдан күш көрсетуі әбден мүмкін. Тепкіленеді, ұрат тістейді деген сияқтылар. Мінекей, мен педагогпын, қарама-қарсы бағытта отырамын. Баланың көз деңгейіне қарап отырып, А нүктесінен Б нүктесінен коридор жаттығуын жасаймын. Яғни қазақша айтқанда дәліз. Мінекей, баланы тіке ұстаймын. Және бұл жаттығуды орындау барысында міндетті түрде баланың көзіне қарап, қанаттандыратын сөз айтамыз. Яғни мотивация береміз. Елестетіңіздер, Айгүл. Айгүл, сен өте тамаша қызсың. Сенде барлығы жақсы болады. Біз барлығын жеңеміз. Мінекей, көріп тұрсыздар ғой. Егер де бала сізге қарамай, бет бұрысын басқа жаққа алып кететін болса, міндетті түрде осы жаттығуды тоқтата тұрып, қайтадан оның көзін өзімізге бұрамыз. Дәл осындай қалыпта жаттығуды аяқтамай, бинокль, яғни дүрбі деңгейінде қолымызды айналдырамыз. Қолды дөңгелетіп, көріп тұрғандарыңыздай сіздердің назарларыңыз менің фокусыма түсіп тұр. Яғни мінекей, көз деңгейі. Балаға қараймыз, тағы да жақындаймыз. Мінекей. Осы жерде баланың көзін өзімізге назарын аударған міндетті түрде бақылаймыз. Анасы көріп отырсыздар, міндетті түрде қатысу қажет. Өйткені бала педагогқа кедергі жасайды. Жақсы, рахмет. Бұл холдинг әдісінің түрі. Және ескеретін жайт, тұра беріңіздер. Ескеретін жайт, холдинг әдісі кімдерге жасалынбайды. Бұл балаларда қандай да бір соматикалық аурулар немесе денсаулығында органикалық бұзылыстары бар болса, біз рұқсат етпейміз. Және бұл күніне
бір сағаттан бір рет жасалынуға тиіс әдістің түрі. Келесі біздегі әдіс жіп тізбегі деп аталады. Тұрып жасайық. Тұрып жасадым. Келе қойыңыз тағы да сізді. Мінекей, бұл баланы елестетіңіз. Енді осы этаптардан өтіп, көз бұрышы әлі де толыққанды орнықпаған. Санаулы секундтар қарайды, тағы да алшақ көзін жоғары алып кетеді. Осы сәтте тағы да анасының және әкесінің немесе жақындарының көмегі міндетті түрде қажет. Біз бұлай жасайық. Қолданысқа ие қарапайым жіпті аламыз, баланың көз деңгейіне қоямыз. Мына жіпті бағыттаймыз. Оңға, солға, жоғары немесе төмен. Түсінікті ғой? Мінекей, келе жатырмыз. Баланың көзіне зер салсаңыздар, осы жағдайда міндетті түрде көзіне қарап, егер бала сізден көзін алшақтап, кедергі жасаса, тағы да тоқтатасыз осы жерден. Тағы да назардың өзінің ауғанын бақылап, ары қарай жіп тізбегін ашамыз. Сөйлейтін бала болса, егер де қандай да бір сұрақтарды қою арқылы бұл жаттығуды жалғастырамыз. Бұл ең тиімді тәсілдің бірі болып саналады. Рахмет. Келесі бізде аялдама деп аталады. Ол да қарапайым үйдегі жіп тізбектермен немесе фокустармен орындауымызға болады. Бізде 3 аялдама тұрады. Бұл жерде тағы да бала мен ананың қатысуы. Үй жағдайында баланы ойнату арқылы, қанатты сөздерді айту арқылы бұл жаттығуды орындаймыз. Білесіздер, баланы жалықтырып алмауымыз қажет. Бала ретінде сізді алайық, ар жағына тұра қойыңыз. Мен педагогпын. Үй жағдайында анасы мен баласы қалай жұмыс атқарады? Бұлай жасау керек едік. Адамдарға көрінсін. Бұлай қоя қойыңыз. Келіңіз. Бұл жерде ескеретін жайт тағы да бізде сұқ саусаққа міндетті түрде қызыл немесе жасыл. Яғни көздің қалпы түсетіндей түсте затты киеміз және төменге отырыңыз. Мінекей, баланың бойы білесіздер ғой, кішкентай. Біз әрекетті аялдамалардан өту арқылы машинаның дыбысын саламыз. Немесе әртүрлі, тікұшақтың тағы басқасы. Келе жатырмыз. Міне біздегі бірінші аялдама. Аялдама барысында бала мен ана арасында қарым-қатынас болу шарт. Көзімізді бір-бірімізге қарап жыпылықтатамыз. Бұл біздегі аялдамаға келдік немесе бір-бірімізге қарадық деген сияқты байланыстың орнауы. Екінші тәсіл дәл сол секілді. Бұл жерде әртүрлі нұсқаулар орындалып отырады. Яғни бірінші бұл дыбыс шығарып отырмыз. Сонымен қатар бір бағытта жүріп отырмыз, қарым-қатынас болып жатыр. Және де көзімізбен қарау арқылы жыпылықтатып, біз бірімізбен байланыста екенімізді бақылап отырамыз. Бере қойыңыз. Бұл тағы да бір біздің жұмыста қолданатын тиімді тәсілдердің түрі. Рахмет, сіз отыра қойыңыз. Келесі әдіс тәсілдің бірі телескоп деп аталады. Алдарыңызда елестетіңіздер. Дәл солай көз байланысы орнықпаған бала. Кәдімгі ватман қағазды аламыз, немесе осындай труба ретінде өзім жасап алғанмын. Баланы әрине бірінші мінез құлқымен жұмыс жасалады. Бала бір орында отырады. Және осылай бір-бірімізге қараймыз. Басында ол 15 секунд, 20 секунд жайлап солай ұзартып отырамыз. Балаға қараймыз. Қолың әдемі. Міне осылай көз байланысын орнатуға болады. Және үйге тапсырма ретінде көбінесе 3 жасқа шейінгі балдар мысалы аяққа көпшікке ұйықтайды. Сол кезде анасы қарап отырып, осындай ватман қағаздан көзіне қарап отырып, әндетуге болады, сөйлесуге болады. Міне осылай көз байланысын орнатуға болады. Келесі бізде күнделікті жұмыста қолданатын бұл айна әдісі немесе кез келген стикерді маңдайға жабыстыру. Тіптен педагогтың мына ерін бояуының өзі көз байланысын орнатуға көмегін тигізеді. Сіз қанық түсті пайдалану арқылы баланың назарын өзіңізге аудартасыз. Сонымен қатар кез келген нәрсені берген сәтте өзіңіздің көз деңгейіңізге алып келесіз. Және де бұндай көздің деңгейі қалыптаспаған балаға міндетті түрде нұсқауды
бірден беруге болмайды. Өйткені сіздер білесіздер, бұл балаларға есту, қабылдау, ақпаратты жинау үлкен бір жұмысты атқарғанмен бірдей. Сондықтан да ол балаға нұсқауды бермей тұрып, біз санаулы секундтар біріншіден өзінің деңгейінде түсіп қарау шарт болып табылады. Егер де баланың бойы кіші болса, жоғары деңгейге отыруға сізге тура келеді. Осындай тиімді тәсілдерді пайдалану арқылы немесе ұсынылған жаңағы тиімді тәсілдерді ата-ананың көмегімен бірге жұмыс атқарсақ, оң нәтиже беретіні әбден ықтимал. Жақсы, рахмет. Назарларыңызға рахмет. Бізде міне назарларыңызда біздің өзіміздің жұмыс тәжірибемізден қысқаша бейнероликтер жүріп жатыр. Осы әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы бізде балаларда оң нәтижелер орын алды. Сіздерге ұсынамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сенсорлық интегративті әдіс тәсілдерді түзету жұмысында қолдану. Келесі. Жалпы бұл тақырыпты ашпастан бұрын сенсорлық интеграция ұғымы дегеніміз не? Яғни бұл мидың дененің тиімді реакцияларын пайдалана отырып, арнайы сенсорлық жүйелерді құру болып табылады. Сенсорлық интеграция ұғымына байланысты бұзылушылықтар қандай кезеңдерде байқалады? Яғни бұл назар тапшылығының гиперактивтілігі кезінде біздің мекемемізге, яғни келетін әрбір балалардан байқауымызға болады. Яғни оның ішіне біз көру, есту бұзылысы бар балаларды, сонымен қатар психикалық дамуы тежелген балаларды, жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардан осы сенсорлық бұзылыстарды байқауымызға болады. Осы орайда сенсорлық интеграция ұғымдарына байланысты бұл адамның жүйке жүйесінің сезім рецепторларынан алынатын ақпараттың қызметі болып табылады. Жалпы осы кезеңде жүйке жүйесінің сезім мүшелеріне біз көруді, естуді, дәм сезу, иіс сезу, өзін-өзі сезуді, сипап сезуді және де вестибулярлық жүйені жатқызуымызға болады. Қазір сіздердің алдарыңызға көрсетілетін негізгі ақпарат түрлерінде Вильям-Шелленберг пирамидасын қолдана отырып, негізгі 3 этап бойынша түсіндірілетін болады. Оның ішінде бірінші бізде вестибулярлық жүйеге, тактильді жүйе және де проприоцептивті жүйе, яғни адам өзінің денесін сезіну бойынша тапсырма түрлері көрсетіледі. Бірінші тактильді сезімталдылыққа тоқтала кететін болсақ, бұл кезеңде ата-аналардан анамнез жинау барысында біз сұраймыз, яғни балада қандай кезеңдерде агрессия болады. Ата-аналардың жауаптары бойынша көп жағдайларда балада тырнақ алу кезінде, шашын алу кезінде, қандай да бір әжетханаға барған кезде дыбыстар шығу кезінде балада қорқыныш сезімдері бар. Яғни бұлардың барлығы бізде тактильді сезімталдылық. Және де кейбір балалар, мысалы үстіне футболкасы, яғни киімі су болып қалса, денесін мүлдем сезбейді. Немесе бала бірден сезуі мүмкін. Яғни бұл жердегі кезеңде бала бірден сезетін болса, бұл баладағы гиперсезімталдылық. Ал егер бала үстіндегі су футболкасын мүлдем сезбейтін болса, онда бұл жерде балада гипосезімталдылық. Яғни біз осылардың барлық бұзылушылықтармен жұмыс жасауымыз қажет болып табылады. Келесі вестибулярлық жүйе, яғни балалар ойын алаңдарына барған кезде белсенділік танытпайды, жүгірмейді, секірмейді, сырғанақтан сырғанауға қорқады, және де әрбір қимыл қозғалыстары баланың баяу түрде жүзеге асырылады. Сонымен қатар лифтіге, эскалаторға мінген кезеңдерде балада өте қатты қорқыныш сезімі болады. Мысалы, кейбір балаларды баспалдақтан түсу кезеңдерінде байқап көрсеңіздер, бір аяқтап түседі. Немесе бала мүлдем түсуге қорқады, педагогтың немесе ата-ананың көмегін қажет етеді. Демек, бізде вестибулярлық жүйе балада бұзылып тұр деген сөз. Келесі, баланың өзін-өзі денесін сезуінің сезімталдылығы. Яғни бала бұл кезеңде қозғалмағанды жөн көреді, яғни артық физикалық күш түскенді мүлдем ұнатпайды. Аяқ қолдарының буындары пассивті түрде жүзеге асырылады, яғни бала бұлшықеттерін мүлдем сезінбейді. Келесі, өзінің салмағына байланысты жүгіру, секіру, айналу, тағы да басқа физикалық күштерді мүлдем жасамайды. Және де бала тамақты талғап жейді. Яғни осы аталған бұзылыстар бойынша балада бұзылыстарды байқайтын болсақ, қазір соған байланысты біз сенсорлық интеграция элементтерін қолдана отырып, балалармен жұмыс жасау жүйесін көрсететін боламыз. Ең алдымен мен фитболмен жұмысты көрсетсем, Жансая келе қойыңыз. Яғни бізге бала қажет.
ең бірінші фитболмен жұмыс жасау кезінде балада алғашында келгенде диагностикаға немесе сабақ барысына келгенде балада агрессия болады. Яғни жатқызған кезеңде бала қорқуы мүмкін. Көп балалар негізі осы фитболдан қорқады. Ең әуелі біз фитболға үйретеміз, ол үшін баланың денесін басу арқылы, яғни баланың денесі осы допқа үйренуі қажет. Бұл процесс бір сабақ, екі сабақ немесе бір жеті сабақ көлемінде жүзеге асуы мүмкін. Яғни бала кейін үйренді, денесі допқа үйренді, бала жыламайды. Енді бағыттар бойынша жұмыс жасаймыз. Ең бірінші бағыт бізде алдыға және артқа. Баланы қозғаймыз. Алдыға, артқа. Кейін тұра қойыңыз. Шалқамен жатқызамыз. Арқамен жата қойыңыз. Дәл жаңағы бағыт бойынша алдыға, артқа. Жарайсың. Қане тұрамыз. Қайтадан алдымен жатамыз. Енді біздегі келесі бағыт оңға, солға бағыты. Оңға қозғаймыз. Ой, молодец. Қане бір, екі. Шалқамен жатамыз. Дәл жаңағы бағыт бойынша қайтадан оңға, солға. Молодец. Жарайсың. Яғни бала фитболға үйренді, бағыттар бойынша жұмыс жасауды үйренді. Келесі тапсырманы күрделендіру мақсатында біз сенсорлы мешоктарды пайдаланамыз. Жатыңыз. Яғни әртүрлі сезімталдылыққа байланысты сенсорлы мешоктарды баланың қолына береміз. Бала қолмен ұстайды, сезінеді. Бізде вестибулярлық жүйе дамып жатыр баладағы. Кейін балаға осы кезеңде егерде түсінігі қалыптасқан немесе қалыптаспаған бала болған жағдайда нұсқаулықты үйретуімізге болады бірден. Яғни балаға ал, сал ұғымы. Молодец. Келесі. Ал, ұста, жарайсың. Сал. Ал. Яғни әртүрлі сезім жүйелерімен жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде бала. Молодец. Қане соңғы рет. Ал. Сал. Жарайсың. Міне. Осылай фитбол бойынша әртүрлі тапсырмаларды беруімізге болады. Келесі бізде колесомен жұмыс. Бұл жерде де ескере кететін бір жағдай. Жалпы қандай баламен жұмыс жасасақ та біз төменгі этаптан бастап жұмыс жасауымыз қажет. Ең бірінші біз баланы фитболға үйреттік, яғни бұл бізде төменгі деңгей, келесі колесо, яғни бұл ортаңғы деңгей. Биіктігі бойынша ортаңғы деңгейді құрайды. Аржанетке баланы алдын ұстай қойыңызшы. Яғни баланы қолын создырамыз. Бұл жерде бала денесін сезінеді. Кейін вестибулярлық аппараты бойынша жұмыс жасалады. Итереміз. Молодец. Яғни аяғынан ұстау арқылы қозғаймыз. Алдыға, артқа. Көп балалар негізі агрессия танытып жатады, бірақ балаларға мүлдем назар аудармаймыз. Себебі балалардың барлығы біздің жасап жатырған физикалық күштерге міндетті түрде үйреніседі. Молодец. Қайда түсеміз. Жарайсың. Келесі тапсырма. Яғни колесода бала үйренді. Енді келесі бордюрмен жұмыс. Бізге бордюрмен жұмыс жасау үшін қазір екі қасық, екі доп қажет. Міне қойыңыз. Баланың қолына қасықты береміз. Қасықтың үстіне допты саламыз. Қолыңды соз, аш. Аяқпен кезектесіп жүресің. Яғни бұл кезеңде балада қандай жүйе дамиды? Вестибулярлық жүйе дамиды, бала тактильді жүйесі дамиды, өзінің денесін сезу жүйесі бойынша жұмыс жасалынады. Яғни балада көзбен қол байланысқа түседі, кейін бала тепе-теңдік бойынша тапсырманы орындайды. Көп жағдайда балалар аяқтарын кезектестіріп жүруді білмейді. Осы кезеңде бізге бордюр көмекке келеді, ең басты құрал. Жарайсың, түсе ғой. Молодец. Келесі кезекте балансирмен жұмыс жасау.
осылай қоя береміз. Обруч. Балансирмен жұмыс жасау барысында баланы ең алғаш мінгіземіз. Міне алыңыз, қорықпаңыз. Аяғыңызды ашыңыз. Аяғыңызды қойыңыз, бір аяғыңызды. Қорықпа. Қорықпа. Аш. Обруч. Тіке ұстаңыз. Денеңіз тіке ұстаңыз. Қандай бұзылысты байқап жатырмыз? Тепе-теңдік сақтай алмайды, я? Тіке, денеңді тіке ұста да, қолын ұстаңыз. Яғни бірінші біз баланың денесін жаңа айтқанымыздай бірінші балансирге үйретеміз. Яғни тепе-теңдікті сақтауы қажет. Кейін тапсырмаларды күрделендіру мақсатында біз балаға обручтарды береміз, яғни сақиналарды. Ал, сал. Қорықпа. Ал, сал. Ал, сал. Яғни бұл кезеңде балада вестибулярлық аппаратымен жұмыс жасалынады, тепе-теңдік бойынша жұмыстар атқарылады, және бала өзінің денесін толық сезіну үшін бұлшықеттер бойынша жұмыс түрлері ұсынылған болатын. Және осы тапсырманы тағы да өзгерту мақсатында прищепкалармен жұмыс жасайды. Көп балалар өздерінің денелерін сезе бермейді, я? Осы балансирге тұрғызу арқылы киімдерді, киімдеріне жай ғана қыстырмаймыз, денесіне тиетіндей етіп қыстырамыз. Мына қыстырғышты дене сезінуі керек. Міне қолына, я. Кейін, мысалы, киіміне. Яғни бала алу қажет. Ал. Келесі қолымен ал. Сал. Ал. Сал. Ал. Көрдіңіздер ма, бала уже екінші тапсырмаға назар аударғандықтан өзінің тепе-теңдігін сақтауға ұмытып кетіп жатыр. Яғни бұл кезеңде біз екі жүйе бойынша жұмыс түрін атқарамыз. Түсе қойыңыз. Келесі жаттығуларды әріптесім Аржан Еркебұланқызы көрсетеді. Арқылы немесе скейтборд арқылы жүзеге асады. Бұл ойында бала каталкаға отырып, мына кубикті екінші межеге жеткізу керек. Яғни осылай. Осылай кубиктерді жинау керек. Бұл ойында балада тепе-теңдік сақтау, яғни үстіне отырған кезде тепе-теңдік сақтай алу, құлап қалмау, одан кейін өз денесін сезіну, қимыл қозғалысты бағдарлау балада дамиды. Және де бұл ойынды біз күрделендіре аламыз, яғни осындай кедергілерді көп қылып қойып, кейіннен бала осылай әр кедергіні аралап шығу керек. Одан кейінгі ойын сенсорлы қапшық деп аталады. Бәріміз білетіндей, бұл сенсорлы қапшық. Бұның ішінде бала көреді, ести алады, демала алады. Ең алдымен баланы біз сенсорлы қапшыққа үйретіп аламыз, әрине. Одан кейін бала осының ішіне кіреді. Қозғалғыш және естіледі барлығы. Бала демалады, қорықпаңыздар, демала алады. Және де мен балаға қандай да бір музыкалық аспап арқылы дауыс шығарамын, бала сол жерге келу керек. Молодец, тұр осы жерде, тұр. Келесі. Жарайсың, молодец. Яғни біз бұл жаттығу арқылы балада естіп қабылдауын дамытамыз, және бала өз денесін сезінеді. Яғни балада аудиалды дамулар жүзеге асады. Бұл ойынды кейіннен күрделендіре аламыз, яғни тактильді сезімге де қосуымызға болады. Яғни тактильді кілемшені астқа жайып, баланы домалату арқылы осы ойынды ойнай аламыз. Яғни біз сенсорлы интеграция, яғни сенсорлы дамыту бұл балаларда негізінен 5 жасқа дейін ең бірінші үлкен және сақ моторикасын дамыту ең маңызды кезең болып табылады. Және сенсорлық бұзылыстар жөнінде сіздерге кішкене ақпарат ретінде брошюралар таратамыз. Өз балаларыңызға және әріптестеріңізге айта жүресіздер.
және сенсорлы интеграцияны үйде де қолдануға болады. Яғни баламен түрлі ауыр көрпелерге айналдыру, диванның үстіне секіру, бұның барлығы баланың моторикасына. Сіздерге берілген буклетте барлық ақпараттар толық түсіндірілген. Сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет. Бастайық, балдар. Қайда? Мынаны суырып аламыз енді. Суырып Енді аламыз аламыз. да ішіне түстерді қайталаймыз. Түстерді қайталаймыз. Бірінші ал. Алып болдыңдар ма? Вот небольшой отрывок нашего группового занятия. Эти детки, сразу скажу, у нас уже ходят практически с лета. Вот. Поэтому немножко где-то знают, где-то кто-то не знает. Вот. Я думаю, все, что вы сейчас увидели, узнали, вы запишите себе, галочку поставите. Я очень рада была всех вас увидеть в нашем коррекционном кабинете. Хочу пожелать вам еще раз удачи, успехов в вашей работе. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.